Күні кеше Нұрлан Қоянбаевтың қазақша бизнес Түркияда фильмінің тұсаукесері өтті. Стамбул наш! Бүгін демалыңдар. Кешіріңіздер, мырзалар. Сіздердің кім екендеріңізді білмеймін. Жаңа ғана отельдің иесімен сөйлестім. Ол кісі Амстердамда. Бізді Түркия жақсы қарсы алды. Өздерінің кинематографы дамығанымен тамаша локациямен қамтамасыз етіп, түсіністікпен қарады. Сыйластық қатты байқалады. Бұл кинокартинаның түсіріліміне дайындық 2019 жылы басталыпты. Сол кезден бері пандемияның себебінен прокатқа биыл ғана шықты. Дайындық 2019 жылы басталды. Түркияға барып продакшн іздедік. Нәтижесінде Қадыр Доглуның компаниясымен келісімге келіп, ол тіпті фильмімізге түсті. Аталмыш бөлімде Түркияның әйгілі жүздерін байқай аласыздар. Бұл бизнес по-казахски сериясының кезекті туындысының ерекшеліктерінің бірі. Екіншіден, ол толықтай қазақ тілінде түсірілген. Бұл бөлімнің ерекшелігі біріншіден бұл фильм 100% қазақ тілінде болды. Басқа бөлімдерден басты ерекшелігі осыда. Тіпті дубляжда бәрі 100% қазақша, сондықтан менің өз көңілімнен шықты. Ендігі алдағы уақытта бәрі осылай толықтай жаймен қазақша болады. Ал түсірілім кезіндегі қиыншылықтардың бірін режиссер былай баяндап берді. Нұрлан импровизатор ғой, ол каждый сценада, каждый дубльде по-разному ойнайды, импровизациясын қосады. И оның каждый импровизация қосқан сайын біздің актерлар күледі. Күліп, олар өздерін жасырғысы келеді, камерадан теріс қарап бұрылып тұрады, бірақ бәрібір дірілдеп күліп атқан көрініп тұрады, сол жағынан маған өте қиын болды. Бизнес по-казахски франшизасының бірнеше бөлімі шығып, кейіпкерлер талай шытырман оқиғаға және өзгеріске тап болды. Стамбулда ойланып отырғанда кейіпкерімнің қылымсыған бейнесін алып тастайық деп ұсындым. 6 жылдың ішінде әрине өзгертпей ойнап шығу қызық емес. Біз актерміз ғой, рөлдерімізде жаңа нюанс табуымыз керек, сол үшін барлығына ұнайды деп үміттенем. Айтпақшы, Қоянбаевтың айтуынша фильмдердің астарлы мағынасы жастарға мотивация беру. Әр бөлімі бір ерекшелігі, бұл әр мемлекетке барады. Қазақтар мысалға африкандықтармен кездеседі, немесе Америкада, Корея. Бұл жерде жай ғана комедия емес, бұл менталитеттердің кездесуі ғой. Және де көптеген жастарға мен өзімнің осында ниетім бар. Осы жерде бір потолок болмау керек та, шетел болсын, Америка болсын, Африка болсын, бүкіл әлем біздің жастардікі, ешнәрседен қорқпау керек, оқу керек деген сияқты біз қолымыздан келгенше соны көрсетеміз. Тағы бір айта кетерлік жайт. Аталмыш фильм Түркияда көрсетілмейді. Дегенмен бұл елге арнайы бір бөлім дайындалуда. Қазақша бизнес Түркияда бұл бөлімі Түркияда көрсетілмейді, бірақ Түркияға арнайы түрк тілінде түсіріледі. Осы келесі жылы. Сценарий жазылды түркше, алдыңғы жыл түсіреміз деп пандемияның кесірінен тоқтатып қойғанбыз. Бизнес по-казахски 5 бөлімнің үздік әзілдерін алып, содан бір кино шығардық та түркшеге аударып, соны түрк актерлар ойнайды, біз өзіміз ойнамаймыз. Бұл Қазақстан мен Түркияның жалғыз коллабы емес. Оған қоса отандастарымыз түрік кинематографымен бірігіп, шетелдік нарыққа Метат атты кинокартина дайындауда. Сол киноның премьерасы Қазақстанда да болады. Сол жерге Неслихан мен Қадыр Доғлу келеді. Бұйырса 4 наурыз, 5 наурыз. Одан басқа бизнес по-казахски франшизасының жанкүйерлеріне қосымша жақсы жаңалық бар. Қазір бірінші орында Австралия тұр. Осы пандемияға байланысты қай мемлекет ыңғайлы болады түсірілуге. Айтып қояйын, енді бұл киномыз, туындымыз егерде көрерменнің көңіліне шығып атса, бөлімдер жалғасады. Егерде бір болады ғой, бір астына кетіп баратса, біз тоқтатуымыз мүмкін. Бірақ әлде алдымызда бизнес по-казахски Аляскада, бизнес по-казахски Индия, Австралия, Европа, сондай ойларымыз бар енді. Ал алдыңғы бөлімдерді еске алсақ, түсірілімде ең қиын әрі қызықты ел Корея болыпты. Ең көңілінен шыққаны мен үшін бұл Корея. Ең қиыны сол Кореяда болды, себебі бізде грим болды, түсірілімді күндер өте көп болды, сондықтан таңғы түсірілім тобынан бұрын 2 сағат ерте тұратынбыз. Сондықтан бір ең есте қаларлық және де ең қиындауы біз үшін Корея болды. Байқағандарыңыздай бизнес по-казахски сериясына қатысты көптеген қызық жиналып қалыпты. Ал көптен күткен қазақша бизнес Түркияда бөлімін жіберіп алмау үшін көруге асық болыңыздар.